Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен кабачковый икра дайындаймыз. Ол үшін кабачкелеріміздің бәрін жуып тазалап, осындай корейский теркаменен қырғыштан шығарып тазалап аламыз. Одан соң 4-5 дана пиязымызды аршып дайындап аламыз. Барлық көкөністерімізді осындай кубик етіп майдалап турап аламыз. Кабачкемізді тураймыз, одан соң сәбізді, одан соң пиязымызды да осылай турап алып, қызып тұрған қазанымызға 400 мл май құямыз. Сұйық май құйып, сұйық майымызды жақсылап қызығаннан соң бірінші сәбізімізді саламыз. Сәбізді жақсылап осылай қуырып аламыз. Қуырылған сәбіздің үстіне пиязымызды саламыз. Пияз бен сәбізді қуырып болғаннан соң үстіне кабачкеміздің бәрін салып 30 минуттай қуырамыз. Астын осылай тоқтаусыз қозғап тұру керек. Асты жабысып қалмау үшін. Икрамызды 30 минуттай тоқтаусыз қозғап тұрамыз. Одан соң бетіне 2 ас қасық тұз саламыз. Дәміне қарай қант сасаңыздар да болады. Одан соң қара бұрыш, сосын 5 ас қасық томатты салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын бетін жауып, тағы да 30-40 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінеки біздің кабачковый икрамыз дайын болды. Енді бұны блендерменен езіп, пюре сияқты етіп шығарып аламыз. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кабачковый икра өте дәмді болып шығады.